төбесіндегі чек сияқты. Тоже сондай бір бәле жанып қалды, короче. Машина мынандай болып тұр. Короче, коробка теуіп атқан сияқты болып, міне еще өзінен өзі газовый етіп тұр. 1,5 мың оборот ұстап тұр. 84-ші ошибка. Короче, 84-ші ошибканы Google'дан қарасам, қазір шығарам. Ассалаумағалейкум ағайындар. Короче, бүгін бізде Кобальтта 84-ші ошибка жанды. 84-ші ошибка дегеніміз снижение мощности двигателя, неисправность в системе управления двигателем дейді. Необходимо диагностировать систему сканером, подключив его диагностический разъему дейді. Короче, бүгін диагностика жасатпаймыз. Қазір енді барып, құдай қаласа, дроссельный заслонканы тазалап көреміз. Одан болмаса дальше тексеріп көреміз. Свеча, сосын катушканың басындағы резинканы білесіңдер, осы недавно мен ауыстырған едім. Тоже естіп трайт еткен кезде бір цилиндр істемей қап, оларды ауыстырып қойғам. Қазір енді дроссельный заслонканы тазалау керек. Уже мен өзім осы недавно ойланып жүргем, сол дроссельныйді тазалау керек еді деп. Содан болып қалуы мүмкін. Қазір құдай қаласа қарып аламыз. Сонымен жақсылап тұрып дроссельный заслонканы тазалап көреміз. Одан болмаса дальше тексере саламыз. Ал, құдай қаласа жігіттер, бір отвертка сатып алдық. Мындай бір қолғап сатып алдық. И және де 2 карп сатып алдық. Сонымен қазір дроссельный заслонканы тазалап көреміз. Дроссельный заслонканы тазалау үшін бірінші бисмиллах дейміз да. Киіп алып, қолымыз кіріп болмасын. Дроссельный заслонканы шешеміз. Шешеміз. Шештік. Сосын бұлай алсаңыздар алынып мұн. Көп ала саласың. Korkmuş dedim mi? Anda şiştirsek. Мынаны шешіп былай қарай қоя саласыңдар. Құдай қаласа сосын мынаны да аласыңдар да. Қой мешайт етпейтіндей қоя саласыңдар. Асып бара жатқан дәнемесі де жоқ. Главный налар жыртылып сынып кетпеу керек. Бұл ең мен айтып жатқаным ең жылдам нәрсе ғой. Мына дроссельный заслонканың іші не болып жатыр? Көріне ма өзі? Іші фарш болып жатыр ғой, мынаның іші су болып жатыр ма, түсінбедім. Короче, мынандай болып жатыр. Мынаның ішін қараңыздаршы. Іші деген ужасный болып жатыр ғой. Осының бәрін тазалаймыз қазір. Мыналарды былай аккуратный міне алдың, былай қарай қоя салдың. Бір отвертка, мынаны былай қоя салдың. Ағытудың ештеңенің қажет жоқ. Мына орындары мынау, мына екеуі, мынаусы киілсе болды. Мынау, мына екеуі, мынау, мына екеуі киіледі. Сосын мынау. Маған киіледі, осы 3 жерге киіліп тұрады. Маған да киіліп қалуы мүмкін, білмеймін енді. Астында не бар? Кигілетін заттардың бәрін кигізесіңдер, болды ғой. Короче, қалай тазалаймыз мынаны? Көрсетіп берейін. Осылай қойып қояйын. Короче, бұны аласыңдар.
тазалайтындар жақсылап тұрып. Жәндерінің бәрін тазалап шығасыңдар. Мынаны негізі шешет мастерлар. Просто мен шешуге ерініп тұрмын. Шешіп ақ тазалай саламын. Осы 400 000 пробегке дейін почти шешіп тазалап жүрген жоқпын мен. Осылай тазалаймын, бұл нормальный. Жақсылап тұрып тазаласаңдар четкий болады. Мынаның бәрін, іштерінің бәрін былай тазалап күйіп шығасыңдар. Сосын ана іші тазаланбай жатса, ашылмай жатса, оны былай бассаңдар ашылатын. Осылай ашып тұрып, жақсылап тазалап жүресіңдер. Мынаның бәрі мүліштел жаққа кетеді да, бәледе болмайды, в общем. Үстінен что-то ашық қалып кеткен сияқты. Түсінбедім. В принципе, іші таза сияқты негізі мынаның бәрі. Мына бензин ба, құйған бензинім ба, бірақ газбен де бензинмен де осындай болып тұр ғой. Іші таза, тазалау негізі. Өйстіп ашып тұрасыңдар да. Главный шеттері ғой мынау. Ішіндегі мына бәле темір ашық қалып кетеді, содан көп воздух сорады. Содан соң не істейді? Бағанағыдай оборот ойнайды, оборот ойнағанасын как будто газы басып тұрып, скоростьқа сабатқан сияқты, ой бұл парковкеге қойып атқан сияқты, газды басып тұрып, драйвқа қойып атқан сияқты болады да. Осыны жақсылап тұрып іштерін тазалап жүресіңдер. Негізі карфтың бір жақсы жері не ғой? Тез спирт сияқты да, тез ұшып кетеді. Сонымен нормальный болып кетеді да бұл. Короче, авелесін алдың, ішіне есіп свет, ішін тазалап жүресің. іштерін тазалап жүресің. Мынаны да жақсылап тұрып тазалап жүресің. Тазалап іштерін де тазалайсың. Сосын почти болып қалды. Қолғапты киіп аламыз. Қолғапты киіп аламыз да. Болды. Минимальный тазалау деп осыны айтады. Осылай постоянно тазалап жүрем. Осылай тазалай салсаңыздар болады. Короче, мынаны шығару. Мынаны қарап алыңыздар. Мынаны шығару үшін мынаны басасыздар. Бассаңыздар, мынау келді. Мынаны бассаңыздар шығады мынау. Көрдіңіздер ме? Мынаны басасыздар ғой. Осыны басу керек. Сол кезде қайтып келеді деген сияқты. Мынаны былай қарап қоямыз. Мынаны Tez salındı çok da. Tez salındı ne dedi? Bakalım gayet iyi bitirdi. Kırmızı oldu. Aslında izlesiniz, sonra koyuyorsunuz. Yedi canlı izlesiniz. Düşün ha. Ne yapacaklarım?
болып осылай тұрады. Осылай киіліп ешқандай не істемейді. Ешқандай бол анау мынау томайды. Білесіңдер, ана қаласыңдар да. Ой. Бассаңдар киіп кетеді. Шығаратын болсаңдар, мына төбесін басасыңдар да. Сөйтіп шығарып ала саласыңдар. Білесіңдер да. Жасайсың ба? Негізі мынаның ішіндегі фильтрді де сатып алып қойдым. Воздушный фильтрді. Оны ауыстыру үшін мынаның звездочка керек. Менде ондай не жоқ, отвертка жоқ. Мына отвертканың өзі жоқ еді, бағана сатып алдым. 300 теңгеге бар. Бір машинада бір отвертка жүрген дұрыс қой. Үйде бар, бірақ обычно үйде ремонттау үшін осындай мелкосрочный ремонттарды. Вот, бисмиллах, қазір көреміз оталдырып. Көрмесі бұның адаптация дегені болады. Бұның бір оталдырып көре салайық, адаптацияны кейінірек істей саламыз. Короче, болды. Бәрін жинап қойдық. Мынаның бәрін бұрадық. Мына бір болды. Мына екінші болды. Мына тұр. Мынаның бәрін тазалап жүрмін. Сосын арада екеу. Мына астындағы мына біреуді кигізесің. Сосын анарда отыратын орындығы бар өзіне. Ана жақта сол орындығын істеп жүресің. Мынау нарада тұрады. Нарада. Короче, адаптациясын істеу үшін аккумуляторды шығарасында бір 10-15 минут демалдырасында, қайтып саласында, оталдыра саласын. Сол кезде полный компьютер өшеді да. Мынаны өшірген кезде, аккумуляторды суырған кезде. Сосын қайтадан саласын, сөйтіп оталдырған кезде полный компьютер қайтадан восстановление жүреді. Адаптация деген сол. Айтпесе, кішкене бұлай ойнап қалуы мүмкін да. Осындай дроссельный заслонка тазалағаннан соң ойнап қалуы мүмкін. Қазір құдай қаласа бисмиллах деп оталдырып көреміз. Болмаса бір адаптациясын жасаймыз. Одан болмаса сосын компьютерға түсіре саламыз. Ешқандай проблема жоқ. Адаптация жасаған жоқпыз. Үстіп оталады өзі. Басында дроссельный заслонка тазалағаннан соң. Болды. Қанттай болды. Мұны құдай қаласа бәрін четкий істеп тұр. Чек жанып қалды. Чек не үшін жанып қалды? Себебі бағана ошибка берді ғой ар жақта. Дроссельный заслонканы тазалау керек. Неяқ бычыт болып жатыр, бітеліп қалды деп. Мен қазір тазаладым, бәрі четкий болды. Енді бұл ошибка кетпейді. Бұны адаптациямен кетіреді. Адаптацияны компьютерге салып өшіре салуға болады. Оған мен 3000 теңге беруге желание жоқ. Ана аккумуляторды суырасында бір 20 минут демалдырасың да, қайтып жалғайсың да, сонымен адаптация сол болады. Полный компьютер өшеді да, қайтып қосылып, в общем, восстановление болады да, мынау өшеді. Болмаса өйстіп жүре бер, бұл ештеңеге әсер етпейді. Өзі бір 2-3 күннің төңірегінде, может 1-2 сағаттың төңірегінде өзі өшіп қалады бұл. Короче, осылай тазалап, ештеңеден қорықпай, спокойно жүре беріңдер. Аман болыңдар, жігіттер. Ал, құдай қаласа міне жігіттер, машина четкий істеп тұр. Алардың бәрін тастаймыз қазір. Машина четкий істеп тұр. Ештеңе болып тұрған жоқ. Зато дроссельный заслонканы тазалап алдым. Осындай ситуация болып жатса, қорықпай дроссельный заслонканы өздерің тазалап, осындай минимальный тазалау ғой. Мысалы, ар кетсе бір 10 минут уақытым кеткен шығар осыған. Сендерді тез-тез тазалап алсаңдар болады. Міне 2 қарып алдым, 2 қарыппен жақсылап тұрып тазаладым. Бір қолғап алдым и бір отверткамен осының бәрін тазалап алдым. Ешқандай эстоға да барған жоқпын, басқа да болған жоқ.
осылай қорықпай тазалап алыңыздар. Ал құдай қаласа жігіттер, осындай пайдалы ақпараттарды постоянно жіберіп алмай көргілерің келсе, менің каналыма тіркеліп, подписать етіліп, комментарий жазып, сұрақтарың болса сұрақтарыңды қойып, Кобальт Нексиясы бар достарың болса соларға жіберіп. Жігіттер, короче, чек өшті. Айттым ғой өзі, 1-2 сағатта или 1-2 күнде өзі өшеді ол чек деп. Өшті.